Фельдшер бұл мамандық емес, бұл адам тағдыры. Бір қоңырау, бір ғана шешім, ал оның артында бір тағдыр. Бұл алғыс алатын емес, қарғыспен соққы алатын мамандық. Ұйқысыз түнде бір адам өмір мен өлімнің арасында тұр. Фельдшер мамандығы бағаланбайтын мамандық. Кейде сенің еңбегіңді ешкім көрмейді, сенің атыңды да білмейді. Сондықтан фельдшер болу таңдау емес, бұл бүкіл өміріңді жауапкершілікпен өткізу. Мен ең алдымен жауапкершілікті ізденемін. Өйткені адамның өмірі мен қолында болғандықтан, мен мұны барынша аман алып қолға, қолына келген барлығын жасаймын. Әрине мүмкін, өйткені шақыртуға барғанда адамды науқаспен алғашқы көретін мен, өмір мен өлім арасында жатқан науқасқа мен ең алғашқы өзімнің көмегімді жедел түрде көрсетіп, жедел түрде тасымалдауға мен шешім шығарам. Біздің жедел жәрдем қызметіне жалпы ондай ауыр шақыртулар өте көп түседі. Соның бірі, қысқаша айтайын сізге, 2022-23 жылдары болып, мен базарда естіп түсіп жатқан адам, ер адамға бардық. Ең алға барып, бірден алғашқы көмегін көрсетіп, оған оттегімен қамтамасыз етіп, және тыныс жолдарын ашып, оны құрсу болғандықтан, ода құрсуға басуға арналған препараттарды егізіп, жедел ауруханаға жеткізген болатынбыз. Ол жұмысым болғандықтан, 24/7 мен соны ойлап отырмын. Адам жаңағы науқас қалай екен, жағдайы жақсарды ма екен, менде көмегім тиді ме екен деген уайыммен солай жұмысты ойлап отырамын. Үйге барғасын соны ойлаймыз біз. Өйткені жалпы халық ойлайды, что біздің жұмысымыз жеңіл, оңай деп. Өйткені халық тәтті ұйқыда жатқанда, біз ол уақытта, түннің уақытында өмір мен өлімнің арашатып жатқанымызды білмейді, көрмегендіктен солай бізді бағалай алмайды олар.